Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сауат ашу негіздері оқу қызметі. Тақырыбы К дыбысы мен әріпі. Балалар, оқу қызметімізді бастамас бұрын, кәне бәріміз бір-бірімізге жақсы тілек айтып, амандасып алайық. Күніміз жарқын болсын, аспанымыз ашық болсын, күніміз сәтті өтсін, деніміз сау болсын. Балалар, біз әдемі тілектерімізбен бүгінгі оқу қызметімізді бастаймыз. Балалар, суретке мұқият қарайық. Мына жерде А, Т, Қ, М, Л, Қ дыбыстары берілген. Қажетті сөздерді тауып, қай сөз қандай дыбыстан басталатынын тауып, сызықтар арқылы сызып қосамыз. Мен сендерге жұмбақ жасырайын. Үсті толы ине, бірақ та істігіп қадамайды ине. Дұрыс айтасыңдар, бұл жұмбақтың жауабы кірпі. Келесі, қабат-қабат қаттама, ақылың болса аттама. Әрине, бұл жұмбақтың жауабы кітап. Келесі, аспанда алып топ, шарқырайды жарық боп. Дұрыс айтасың, бұл жұмбақтың жауабы күн. Келесі, еркін самғап ұшсын деп, мәпелейміз, баптаймыз, бейбітшілік құсы деп, қайсы құсты мақтаймыз. Дұрыс айтасыңдар, бұл көгершін. Жарайсыңдар, балалар, біз бүгін К дыбысымен әріпмен таныс боламыз. К дыбысы дауыссыз дыбыс. К дыбысы үлкен бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Ендеше К дыбысынан басталатын сөздерді бірге білейік. К әрпі. Күн. Күн. Керуен. Керуен. Көпір. Көпір. Кеме. Кеме. Кірпі. Кірпі. Күшік. Күшік. Кемпір қосақ. Кемпір қосақ. Көбелек. Көбелек. Кесе. Кесе. Кесене. Кесене. Кілт. Кілт. К әріпі. Балалар, жұмыс дәптерімізді ашайық. Жыл мезгілдері. Қандай жыл мезгілдері бар? Күз, қыс, көктем және жаз. Қай жыл мезгілінде К дыбысы естіледі? Көктем және күз мезгілдері К дыбысынан басталады. Ал көктем сөзінде К дыбысы 2 рет естіліп тұр. Екінші тапсырмаға қараймыз. Сұраққа жауап болатын суретті сызықпен көрсет. Жазғы даланы неге ұқсаттым? Дұрыс, кілемге, кілем. Гүлге не қонды? Гүлге көбелек қонды. Шәуіл деген не? Шәуіл деген күшік. Балалар, осы айтылған күшік, кілем, көбелек сөздеріне дыбыстық талдау жасаймыз. К дыбысынан көптеген сөздер басталады, я балалар. Ендеше, мына жердегі сөздерге дыбыстық талдау жасап үйренейік. Күшік, күн, күрек, кітап, кенгуру, бүркіт және де бірнеше сөзге дыбыстық талдау жасайық. Балалар, К дыбысымен таныс болайық. К дыбысы кедергіге ұшырап, дыбыс қысылып шығады. Сол үшін К дыбысы қатаң, дауыссыз дыбыс. Есімізде сақтаймыз, балалар. К дыбысы қатаң, дауыссыз дыбыс.
Балалар, кітап парағын К бейнесінде ашып көрсет. Немесе қолда бар заттармен К әріпінің бейнесін бейнелеп жаса. Балалар, мен сендерге мына өлең шумақтарын оқып берейін. Мұқият тыңдаймыз. Анаға сыйлаймыз. Біз доспыз гүлдермен, текке оны жылмаймыз. Той күні бір-бірден анаға сыйлаймыз. Балалар, К дыбысын жұмыс дәптерге жазамыз. К дыбысының жазылуын білу үшін мына видеоны бірге қарап шығайық. К әріпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Олар бас әріп және кіші әріпке бөлінеді. К әріпінің бас әріпі. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Солдан оңға қарай жол ортасына дейін көтеріп, қысқа сызық сызамыз да, тік төмен түзу түсіреміз. Астыңғы сызыққа жете бере, алдыңғы сызыққа тигізе, солға қарай доға жасап, сызықты оңға тартып, көлбеу сызықты үстіңгі жолда қия жоғары көтереміз. Үлкен жолдың ортасына жете, оңға қарай иіп, күркеше жасаймыз. Екі сызықтың қиылысқан нүктесінен оңға сызық тартып, оны төмен көлбеу сызықпен ұштастырамыз. Астыңғы сызыққа тигізе доға салып, ілгек жасаймыз. К әріпінің кіші әріпі. Жазу жолының үстіңгі сызығына қаламыңды қой. Астыңғы сызыққа тигізе көлбеу түзу сызып, сол сызықты бастыра, жол ортасына дейін қайта көтерілеміз. Жол ортасынан сызықты қиғаш оңға тартып, үстіңгі сызыққа тигізе күркеше жасаймыз. Жол ортасында жазулар қиылысынан түзу шығарып, төмен қарай ілгек жасаймыз. Балалар, біз бүгін К дыбысы мен әріпмен таныс болдық. Мен сендерге бірнеше тапсырма бердім. Тапсырмаларды орындап, кері байланыс жасаймыз. Балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Ұнағанына қуаныштымын. Оқу қызметіміз аяқталды. Сау болыңдар балалар.